Hi everyone, I'm really glad to see you in my lessons and hope that you will find it very useful. Достар, біздің ағылшын тілінде бір сабақта оқып үйренуге арналған сабағымды көріп отырғаныма шынымен қуаныштымын. Сіздер бұрыннан бері ағылшын тілінде оқу деген мүмкін ойларыңыз кейбіреулеріңіз ойыңызда қиын деп қалыптасып қалуы мүмкін, бірақ қазір осы сабақта сіздерге ондай бір сіздер ойлағандай қиын нәрсе емес екенін түсіндіретін боламын. Сабақ қазір қанша уақытқа созылатынын көремін, бірақ та сразу бірден ескертіп кетейін. Бұл сабақты сіздер бірнеше рет көрсеңіздер болады, қайталап, тоқтап, себебі көп ақпарат беретін боламын және практикасы да көп болады. Сондықтан барынша назарларыңызды аударып, осы сабақта отырғандарыңызды қалаймын. Сонымен кеттік. So let's get started. Бірінші, мүмкін араларыңызда алфавитті, ағылшын тіліндегі алфавитті білмейтіндеріңіз бар шығар, бірақ мен оған қазір қатты көп тоқталмаймын. Өйткені көбіңіз біледі деген үміттемін. Себебі бұлардың алфавиттегі айтылуы, атауы бізге маңызды. Сонымен кеттік. Алфавиттегі аталуы мен айтамын, сіздер қайталап отырыңыздар. A, B, C, D, E, F, G, H, H емес, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Осы жерде байқасаңыздар, мен сіздерге қазір бір нәрсе айтып кетемін. Енді осы жерде көбісінен қиналатыны ол сөйлемдердегі, бір тексттердегі сөздердің оқуы. Жазылып тұрғанда басқаша жазылады, бірақ оқылғанда мүлдем басқаша оқылады деген мәселе туындайды. Сол мәселені сіздерге қазір осы сабақта толықтай түсіндіріп беретін боламын. Бірінші, біз мына дауыссыз дыбыстардың айтылуынан бастаймыз, себебі бұлар қатты қиындық туғызбайды. B әрпі B болып оқылады. Beer деген сияқты, but деген сияқты. D әрпі D, F, F болып оқылады. H әрпі H, horrible деген сияқты. K әрпі K, L әрпі L, lemon, lion деген сияқты. M әрпі M, N әрпі N, P, P, R әрпі R, R деп оқылады. Сөздің басында келсе, R деп басталына береді. S әрпі S, T әрпі T, V әрпі V. Енді осы жерде осы айтқан әріптердің ішінен сіздерге бір ерекше айтылатындарына аса назар аудартқым келеді. Ол D және T әріптері. Бұл әріптер қазақ тіліндегі айтқан сияқты тілімізді тіске тіреп емес, суретте көрсетіп тұрғандай тісіміздің жоға жағына, таңла жаққа жақынырақ айтасыздар. D, T, D, T емес, D, T. Сол кезде сіздің ағылшын тіліндегі сөздерді айтуыңыз ағылшын тіліндегі акцентке жақынырақ келеді. Мысалға date емес, date. Мысалға қарайтын болсақ, T әрпіне қазақ тіліндегі қандай T әрпінен басталады? Мысалға тарақ деген сөзді алайық, біз тарақ деп айтамыз. Соны ағылшынша акцентпен жаңағыдай Т деп айтатын болсаңыз, тарақ болады. Т әрпі. Енді бұл жаңағы айтылуы алфавиттегі ұқсайтын әріптерді білеміз. Енді дауысты әріптердің айтылуына байланысты тоқталып кеткім келеді. Себебі осы мәселеде көбісі қиналады. Бірде басқаша оқылады. Мысалы, И әріпі, A әріпі, I әріпі, бірде I болады, кейбірде I болып кетеді, қашан, қай кезде деген сияқты. Бірінші айтып кетейік, ағылшын тіліндегі дауысты әріптер, дауысты дыбыстар, олар A, E, I, O, U, Y. Y бірде дауысты, бірде дауыссыз болады. Енді осы бірінші біз қазір осы әріптердің қай кезде I, қай кезде E болатынына кіріспес бұрын буын туралы кетейік. Ағылшын тілінде де, қазақ тіліндегі де ашық және жабық буын бар. Ашық буын деген ол дауысты дыбысқа аяқталатын болса, оны ашық буын. Мысалға, қарандаш деген әріпті алатын болсақ, А әрпіне аяқталатын болса, ол ашық буын. Рандаш, екі жерінде де дауыссыз дыбыс болғандықтан, ол дауыссыз дыбысқа аяқталғандықтан, ол жабық буын болады.
тура сол сияқты ағылшын тілінде де егер де сөздер ашық буынға, яғни дауысты дыбысқа, дауысты әріпке аяқталатын болса, онда мына дауысты дыбыстар алфавиттегідей оқылады, иә? A, E, I, O, U болып. Көбінесе сөздерді ашық буын жасайтын ол И әріпі, және ол соңында оқылмай қалады. Мына жақта қарайтын болсаңыздар, бір-біріне ұқсас өте көп сөздерді практика ретінде сіздерге беретін боламын. Себебі ағылшын тілін үйренген кезде өзім бұлай үйренбегенмін, иә. Біз айта бердік, ұқсас сөздер біріне ұқсатып айта бердік, уже ұқсап кете береді. Сол сияқты мына жақтарда сіздер қазір өте көп ұқсас сөздер беремін. Соны көп айтқандықтан келесі жолы сіздер текстті көрсеңіздер де, сөйлемде көрсеңіздер де, сіздер оны ойланбай айтады деген үміттемін. Қараңыздар, иә, буын lake, И ашық буынға аяқталғандықтан сіздер A деп оқисыздар. Yeah? A болып кетеді, yeah? Lake, make. И әріпі үнсіз, yeah? Вообще оқылмайды, yeah? Сондықтан қазір мына сөздерді айтып отырамын, сіздер қайталап отырыңыздар. Мен кішкене тез айтамын, сондықтан сіздерде барынша жиналып тезірек айтып отыруға тырысыңыздар. Lake, make, sake, stake, snake, take. Көрсеңіздер, A деп айтамын, take, break, jake, wake, save, көрдіңіздер ме? С, A, В-ны кіргіземін, ме? Save, И әріпі оқылмайды. Cave, wave, slave, grave, mail, sail, tail, pale, sail, fame, lame, same, flame, blame, name, late, fate, rate, mate, Kate, date, state, blade, fade, trade, mate, great. Қайталап айтамын, бұл сөздерді мен жылдам айтып жатуым мүмкін. Сіздер мен айтқаннан кейін тоқтатып, мына жақта осы беттегі сөздерді толықтай өздеріңіз қайталап шықсаңыздар болады. Келесі, able, ашық буын, сондықтан able оқылады. Stable, cable, taste, haste, waste, plain, sane, lane, crane, tape, ape, shape, grape. Егер де жабық буын болатын болса, яғни дауыссыз дыбысқа аяқталатын болса, буын қарасаңыздар, міне, мына жақтағы сөздердің барлығы дауыссыз дыбысқа аяқталған, иә, буын жабық буын болғандықтан болады. Pet, әріпі болады. Lad, had, sad, bad, dead, mad, add, glad, stand, band, end, send, land, hand, map, rap, tap, snap, trap, lap, slap, gap, rat, cat, pet, fat, flat, set, at. Байқасаңыздар, Т әрпін мен Т деп айтамын, иә? At, ban, ran, fan, pan, plan, sam, jam, dam, slam, bank, tank, drank, lap, cab, grab, flag, rag, lamp, camp, max, tax. Енді ашық буын екен, бірден байқадыңыздар деп үміттенемін, иә? И әрпіне аяқталған A деп оқимын. Page, cage, rage, shame, game, lame, shake, cake, take. Тәке деген сөз. Take, A деп оқисыздар, cake, take, shake. Cap, жабық буын, енді аралас болады. Cap, lap, crash, trash, age, stage, range, change, gate, late, gaze, laze, back, tag, gang, sang. Енді
I әрпіне тоқталамыз, иә. Бұл жерде де ашық буын, жабық буынға байланысты өзгереді, иә. Көбісі айтады, қашан I болады, қашан I болады деген сияқты. Егер де жабық буын болатын болса, яғни дауыссыз дыбысқа аяқталатын болса, иә, буын, онда I әрпі болады, I, қысқа I болады. Kit, lit, sit, split, bit, drift, lift, shift, gift. Yeah. Егер де ашық буын болатын болса, байқасаңыздар, I әрпіне аяқталады. Көбінесе ашық буындар, I әрпі оқылмайды, бірақ I болып оқылады. I осы кезде болады. Line, shine, wine, pine, spine, mine, time, lime, prime, crime, side, wide, sight, bite, smile, pile, file. Я, бұл жерде қатты ешқандай қиындығы жоқ. Ана kit, sit, жабық буын, line, shine, wine, side, wide, бұл почти бүкіл сөздер алынған сияқты деп ойлаймын, иә. Көбінесе біріне ұқсайтын сөздердің тізбегін айтқан кезде сіздер бірден меңгеріп кетесіздер, иә. Оңай болады оқуға. Ары қарай кеттік. Мына жақта ашық буын және жабық буын да бар, иә. Hide, ride, tide. Ойланбайсыздар, иә, уже. Hit деп оқиын ба, hide деп оқиын ба, read деп оқиын ба, write деп оқиын ба. Ашық буын, I әрпіне аяқталған, I ашық болады. Енді кейбір исключениялар бар, иә, яғни заңға бағынбайтын сөздер бар. Ол туралы қазір айтып кетейін. Негізі кездесіп жатса, оны сөздіктен немесе интернетке жазып, дұрыс айтылу, иә, pronunciation деп жазсаңыздар шығады. Мысалға, give деген сөз бар ғой, give, беру деген. Ол жақта I әрпіне аяқталған, бірақ give деп оқылмайды, give деп оқылады. Бір исключенияны айтып кеттім, иә, өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Қалғандарының көпшілігі осылай оқылады. Will, ill, till, chill, drill, still, pill, spill, bill, bike, like, strike, price, size, tile, mile, mic, hike. Сіздер қиналмай оқиды деген үміттемін. Енді осындай сөздер көрсеңіздер. Яқта жабық буын қайтадан. List, fist, hid, lid, trip, rip, ship, chip, tip, flip, strip, slip, lip, dip, spine. Spine емес, мен қателесіп егер де I әрпі болса, онда spine болады. Spin, pin, stiff, cliff, read, did, fit, hit, sit, it, lit, spit, pit, link, blink, pink, twin, win, chin, sin, pin, in, kid, lid, pit, spit, risk, disc, milk, silk, nice. I деген ойланбайсыздар, I әрпіне аяқталған ашық буын. Nice, rice, shine, shrine, dish, wish, fish. Жабық буын, I деп оқып кетсіздер. Dish, wish деместер. Dish, wish, fish, ice, twice, sight, kite, rice, slice, rich, switch, pitch. Яқта байқасаңыздар, аралас тұр, бірде ашық буын, бірде жабық буын. Жабық буын I, ашық буын I деп оқысыздар. Қиын емес деп ойлаймын. Stick, kick, brick, click, clip, lip, big, dig, pig, spring, sing, ring, wing, swing, cling, king. Осы жерде тағы да айтатын болам сіздерге, N және G әрпі бірге келсе, онда ң емес, ң әрпін айтасыздар. Қазақ тіліндегі ң сияқты, Spring, sing, ring, wing. Келесі енді I әрпіне келетін болсақ, бұл көбінесе жабық буында келеді бұл әріп, сондықтан әрпі болады. Wet, net, set, let, get, bet, set. Жабық буында келсе, деп емес, деп оқысыздар. Gets,
get деп болса айтса болады, get, bet деп оқылады, set, shall, hell, sell, well, sell, smell, bell, spend, trend, end, blend, bent, lent, sent, rent, tent, bend, send, lend, blend, rest, nest, best, test. Тест деген сөзге барлық сол жақтағы и әрпі ұқсастырып айта бересіздер ғой. Test, wet, net, set деп. Fell, sell, smell. Бірақ та көбінесе осы мынау he деген сияқты сөздер ашық буын болып келеді, бірақ соны и әрпімен ғана аяқталады. He ол кезде he емес, he, be, we, me, she. Яғни ашық, дауысты әріпке аяқталған ашық буын. Қайтадан жабық буындар кетті. Check, deck, neck, chest, west, nest, stretch, fetch, stress, press, pet, let, net, melt, belt, smelt, fed, red, bed, ten, pen, text, next, mess, dress, swell, dwell, shed, lead, chest, bless, bench, trench, leg, back. Тамаша. Енді келесі дауысты әріп ол о әрпі. О әрпі де тура солай жабық буында о болады, ашық әріпте о, ашық буында о болады. Мысалға, slot, о, о, slot, not, lot, spot, pot, plot, hot, dot. Егер де ашық буын болатын болса, яғни и әрпіне дауысты әріпке аяқталатын болса, онда о алфавиттегіде оқылады. Hole, pole, soul, roll, stole, slope, nope, rope, hope, nose, rose, pose, chose. Осы жерде с әрпін мен белгілей қойдым, себебі с әрпі екі дауысты әріптің ортасына келген кезде з болып айтылып кетеді. Nose емес, nose, rose емес, rose, pose, chose. Chose деп айтады, chose, з әрпі болады. Кет қаратай. Scope, slope, cope, joke, poke, smoke, zone, cone, stone, so, no, go, note, vote, woke, broke, home, dome, tone, bone, moat, road. Қайталап айтам, мен айтқан кезде сіздер тоқтатып қойып, бір бетті өздеріңіз асықпай қайталап шықсаңыздар да болады. Ол қалай айтылатындығы, заңдылығы түсінікті деген үміттемін. Мен тез айтылып жатыр деп ойлайтындарыңыз болса, тоқтатып қойып қайталап шықсаңыздар болады. Жабық буын қайтадан, shock, block, clock, sock, rock, lock, stop, drop, pop, long, strong, song, top, hop, from, tom, not, rod, cop, crop, cross, toss, dog, fog. Келесі дауысты әріп ол ю әрпі. Ашық буында ю болады, жабық буында а болады. Cut. Ашық буында ю болады. Mute, cute. Cute, сүйкімді деп айтады. Жабық буында cut, not, shut, but, got. Енді уже ойланбайсыздар, мына жақта but бола ма, bat бола ма? Жабық буын, яғни дауыссыз әріпке аяқталды, буын, сондықтан ол әрпі болады. But, pump, pump ойланбайсыздар. Pump, lamp, jump, drunk, sunk, sun. Sun деген сөзден білсеңіздер болады, ассоциация ретінде. Sun деп айтпайсыздар ғой, sun, күнді, sun дейсіздер. Fun, just, dust, hunt, blunt. Up,
cup. Енді куп деп жүрмеңіздер, е? Up, cup. Skull, null. Rub, sub. Must, dust. Us, bus. Plus. Плюс деп жүргендеріңіз бар шығар, ағылшын тілінде. Жабық буын болғандықтан a, plus. Rush, brush. Shrug, rug. Much, bunch. Lunch, gun. Sun, run. Hug, bug. Енді бұл жақта y әрпінің сөзінің соңында келген кездегі қалай оқылатынын айтып кетейін. Себебі ондай сөздер жиі кездесетін жазып қойдық мұнда. Алфавиттегідей y болмайды, I болады. Dry, dry, cry. Dry, cry, my, sky, buy, fly, spy. I әрпі оқылады. Енді келесі кезекте i әрпі, екі i әрпі келген білесіздер, е? Сол кезде ол i, біраз кішкене ұзақтау i болады. I, see, be, need, feel, keep, seem, weak, meet, free, street, tree, sick, sick. Мына жақта айырмашылығын көрсеткен үшін, е? Sick, іздеу, sick, бұл ауру деген мағынаны білдіреді. Indeed, green, deep, speech, screen, feed, sweet, speed, feedback, sheet, fee, seed, cheese, steal, flee, teen, sweep, chick, freeze, 15, 16, 19, heel, greet, beef, needle, peel, steep, Greek, sheep, breeze, fleet, weed, dim, sleeve. Енді тағы да екі әріптің комбинациясы, и, a келген кезде, тия деп оқитындар ба, сия деп оқып жүргендер мүмкін бар шығар. И, a әрпі келген кезде екеуі қосылып, и әрпін береді. И кішкене ұзақтау тоже. Ти, тия деп уже оқымаймыз, е? Ти, си, heel, mean. Бұрын мүмкін екі әрі, мынау қалай оқылады деп қиналуларыңыз мүмкін. Қазір қиын емес екенін түсінген шығарсыздар, е? И, a әрпі, и деген әріпті береді. Leave, each, list, team, lead, speak, read, reach, leader, eat, deal, east, treat, treatment, sit, peace, dream, cream, heat, beat, please. Бұл сөзді білесіздер, көп айтатсыздар деп ойлаймын. Please, и әрпі келгендіктен и болады. Please, clean, lean, leaf, reading, meaning, teaching, meal, steal, meat, cheap, beach, weak, scream, stream. Мына жақта енді қысқа айтылуы және ұзақ айтылуы, е? Been, pick, speaker, is, jeans, weakness, plead, lip, plea, eating, seal, steam, teammate, cheat, beast, seize, sneak, knit, preach. Енді екеуін салыстырып отыру үшін, бана и әрпі жабық буындағы и және екі келген кезде айырмашылығы қандай? Been, sick, green, deep, teen, sheep, sin, seen, list, lead,
lead, read, read, reach, reach, eat, eat, sit, sit, hit, hit, beat, beat, been, been.